Арнамызға қош келдіңіздер. Біз бүгін мынау кәдімгі күнделікті өзіміз тұтынатын асқа сәбіздің екі түрі болады. Бірі ақшыл сары сәбіз, біреуі күнделікті қолданып жүрген қызыл түсті сары сәбіз. Міне осы сәбіздердің адамға, малға қандай пайдасы бар екенін біз сіздерге бүгін көрсететін боламыз. Кәдімгі сәбіз бұл 2 жылдық өсімдік. Негізі қазір заманауи егіп 1 жылда алып жатады. Бұрын біз бала кезімізде, жас кезімізде сапқоза, қалқоза, осы меранос қойлар мынау алдарыңызда тұрған, осылар қашырым кезінде осындай сәбіз апарып беретін. Сәбіздің мықтылығы қошқардың күші көбейсін деп беретін. Міне сәбізді осылай жуып, тазалап, мынау кәдімгі соқ қылып, выжималка деп айтамыз ғой, соныменен ішсеңіздер организмдеріңізге өте пайдалы. Ішекте қалған қалдық заттардың бәрін қуалап, өтті тазалап, бауырға көмек береді. Бұл сәбізді көп тұтынған адамның бауыры ауырмайды. Міне адамның өмір бойы ұзақ ғұмыр сүруі, ауырмауы осы бауырға байланысты. Бауырыңыз жақсы болса, басқа органдарыңызға ешқандай залал болмайды. Сондықтан мынау сәбіздің пайдасының көптігі осындай. Мынау біз сырым заманында туылып, осындай меранос деген бұл қазірде кем, көп адамдар білмейді. Біздің замандастарымыз жақсы біледі. Күздің күні қой қашырым деген болатын. Осы қой қашырымға осындай қошқарлардың алдына сәбіз салып, жемге араластырып, жоңышқа беріп дайындайтын. Міне тура алдарыңызда тұр. Қазір мен енді жаңылмасам, осы Алматы облысы менен Жамбыл облысында ғана қалды бұндай меранос қойлар. Осы меранос қойлардың бұны жүніне бола, мына ыстырдың кезінде арқар менен будандастырып алған. Міне қымбатты тыңдармандар, мынау кәдімгі өзіміздің күнделікті асқа қолданатын сәбіз, кәдімгі қызғылт сары, осындай соқ қылып ішсеңіздер өте пайдалы. Бұның бойындағы дәруменнің көптігі сонша барлық ағзаңызға пайдасын тигізеді. Сондықтан күнде қолдарыңыз босап жатқан кезде, немесе жұмыстан келіп жатқан кезде, немесе қазір көп қой түрлі дереу сарт еткізіп істейтін осындай выжималкалар арқылы соқ қылып ішсеңіздер керемет болады. Бұл сәбіздің пайдасының соншалықтысы, бұл мынау малға тектен-текке жаңа алдарыңызда көрсеткен үлкен қошқарлардың алдына бұл сәбізді бостан-босқа салмайды. Сондықтан сәбіздің адамға және малға тигізер пайдасы өте орасан. Міне осындай қошқарлар болатын. Талай бала кезімізде барып осы қошқарларды тамашалап, қызықтап көріп жүретінбіз. Кейін соңында өзіміз азамат болған кезде, қой қырқынға барғанда, осындай қошқарларды қырқып, қой қашырымға барған кезде өзіміз осы қошқарларды ұстап, кішкентай қораға қойып, бұлар асыл тұқымды қайқиған мүйіздеріне күйдіріп, нөмірлерін салып қоятын. Ол заман сіздердің заманы, кеңестердің заманы келмеске кетті. Бірақ дей тұрғанменен сәбіздің мықтылығын сол бала кезімізден. Мен мысалекей осы сәбізді 6 класста оқып жүргенімде Данияр деген ағайымыз мәрхүм мені спорт үйірмесіне қабылдап, сол кезде сұрады менен: үйіңде тауық ұстайсыңдар ма? Иә, ұстаймыз. Тауық ұстайтын болсаң, күнде бір жұмыртқаны қайнатып, не болмаса бұлай жұтып, ол уақытта екі жағын тесіп жұтатынбыз. Ішсең бұлшық етің тез дамып, бойыңды өсіруге, бұлшық еттеріңді қатайтуға көмектеседі деп. Ал сәбізді бойды өсіру үшін, адамның дене мүшесі мықты болу үшін, мынау бұлшық еттеріңіз мықты болу үшін осы сәбізді жеңдер дейтін. Ал енді мынау алдарыңда тағы да меранос қошқар шығып тұр. Міне осы қошқарлардың сол кездегі мынау күзде, әсіресе осы қашырымның кезінде, мал күйекке түсетін кезде, осы қошқарлардың алдына салып, талай өзімізбен көрдік, осы қошқарларға жегізетін. Демек, сәбіздің сондай адам менен малдың организміне сондай
пайда екенін сол уақыттың өзінде біліп, ол уақытта да ғылым болған, ол уақытта да тексерген. Міне осының арқасында осы сәбізді беріп, бұның белсенділігін арттырып, мынау күйекке түсетін қошқарлардың міне сәбізді осындай қылып, соқ қылып ішіп күнделікті әдетке айландырсаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болады. Сәбіздің күнделікті өзіміз көріп жүрген анша елемейміз. Бұның сондай дәруменнің байлығы адамның бүкіл асқазан, ұйқы безге дейін көмегі бар. Адамның тыныштанып ұйықтауына дейін жатар кезде осындай соқтан бір ішіп алсаңыздар, организмдеріңізге ауырлық етпейді, асқазанға ауырлық қылмайды, ұйықтап тыныш әдемі жатқандарыңызға өте пайдасы көп. Мен өзім айлап осындай сәбізді шекелей жеп пісірмей, осындай соқ қылып ішіп, күні бүгінге дейін менің Аллаға шүкір дейін ешқандай бауырым ауырып, бауырыма ешқандай еш уақытта ауырып, ешқандай мазалаған емес. Міне қымбатты тыңдармандар, келесі видеомыз жүктегенше сау саламатта болыңыздар.